Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Распаковка чек деймін ба? Мама беріп жүрді дейін ешкім. Қаладан. Оның ішіне сіздерге көрсететін балам не беріп жүргенім. Мынандай конфет беріп жүрді. Sayılı bir verip mandarin verip buzlama, алғы келген сайын да беріп жүрген сайын осы жемішке беріп жүреді. Аразда мороженое беріп жатты, біреуін сақ қойғам, негізі екеу беріп жүрген екен ғой. Мен бағана біреуін ғана бердім. Оларға завтрак іске қосып жүрдім. Варенье, дрожжи, орешки, вода, чипсы. Да, пирожки, сельдерей. Немерелерін ең жақсы көретін нәрселерін салып жатты. Үйден алысына алды. Вафли, 4 йогурт, пряник, конфет, мынандай шоколадтар. Ентем ұтпапты. Шоколад жақсы көретін көрдім. Ылғи альпингольд беріп жүреді осылай. Осы көктісін беріп жүреді. Мынандай конфеттер, сосын кетчуп. Сіздерге айтайын ба, қайсысы баласына бергенім. Мынаны Нұргелдіге беріп жүрген. Нұргелді осы мандарин жақсы көреді. Ал Али Сұлтан бұны жемейді. Али Сұлтан пряник жейді. Оған пряник беріп жүрген ғой, әрбіреуіне әртүрлі беріп жүреді. Мына Нұржігітке беріп жүрген. Нұржігіт бірыңғай вафли жейді ол. Ал мына кетчупсыз Али Нұр тамақ ішпейді. Сонда әрбіреуіне өзіне жеке-жеке беріп жүрген ғой. Жейтін заттарын. Терешкеден екеу беріпті, өйткені екі бала жемейді бізде, терешкеден атпайды. Олар чипсы жақсы көреді. Солай әртүрлісіне әртүрлі беріп жүрді. Ал мені шоколадты 4-еуіне бірдей беріп жүрді. Ылғи альпингольдтың осы көктісін беріп жүреді алмаға. Ылғи істетші. Осыны беріп жүреді маған. Болғанымда. Сіздердің нелеріңіз осылай істей ма? Келген кеткен машинаның бәрінен беріп жүреді ғой, үйіп төкті сумка. Екі ортадан жүріп шаршайды. Мен о кісілерге ет беріп жүрем. О кісілер болса маған мынаның бәрін үйіп төкіп беріп жүреді ғой. Ал осы распаковка чек. Сау болыңыздар, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер.